Сәлем достар, бүгін біз осындай тез жасалатын қатпарлы шелпекті жасайтын боламыз. Видеоны соңына дейін қараймыз. Алдымен жылы суға қантымызды, дрожжымызды қосып, барлығын жақсылап араластырып аламыз. Одан кейін менде қамырына 500 грамм ұн кетті, бірақ әрине әркім өзінің қамырына, ұнына байланысты салады. Барлығын салып болған соң, оған сұйық майымызды қосып, жұмсақ қамырды илейтін боламыз. Қамырымызды қызар тұрғызбаймыз, бірден жаятын боламыз, бірақ та ең әуелі ішіне салатын салмамызды әзірлейміз. Пиязымызды жақсылатып, ұсақтап турап аламыз. Дәміне қарай тұз бұрышымызды қосып араластырамыз. Үйде ас көп болса, оны да қоссаңыз болады. Енді бірінші барлық қамырымызды жақсылатып илеп аламыз. Одан кейін бұл қамырды теңде 2 бөлікке бөлеміз. Бір бөлігін пакетке салып, екінші бөлігін жұқа етіп, дәл видеодағыдай жайып шығамыз. Қамырымызды жұқа етіп жаюға тырысамыз. Жұқа етіп жайып болған соң, үстіне ерітілген сары майымызды осылай барлық жеріне асықпай жағып шығамыз. Енді пиязымызды теңде 2-ге бөліп, бір бөлігін барлық қамырымыздың үстіне осылай жағып шығамыз. Пияздың көп болғанын қаласаңыз, онда 3-4 пиязды пайдалансаңыз да болады. Әдемілеп енді дәл ортасынан 2-ге бөліп, дәл видеодағыдай орап шығатын боламыз. Енді екінші бөлігін осылай тағы да орап шығатын боламыз. Пешімізді қыздырып бастаймыз. 200 градуста шелпегімізді 15-20 минут қызарғанша жақсылап пісіріп аламыз. Енді екінші бөлігінде осылай бірінен кейін бірін жалғастырып, дөп-дөңгелекті шелпегімізді әзірлейтін боламыз. Беті қып-қызыл болу үшін жұмыртқаның сарысына сәл сүтті қосып, осылай шелпегіміздің үстінің барлығына жағып шығамыз. Жасалу жолы оп-оңай, міндетті түрде жасап көріңіздер. Бетіне әдемілік үшін мен күнжіт дәні мен макты араластырып, осылай барлық жеріне жағып шықтым. Енді шелпегімізді 200 градуста 20 минут қызарғанша пісіріп аламыз. Шелпегімізді піскен соң бетін жауып орамалмен 15 минут қалып қоямыз. 15 минуттан кейін дастарханға қоя берсеңіздер болады. Міндетті түрде жасап, өздеріңіздің ойларыңызбен бөлісуге ұмытпаймыз. Сіздермен бірге болған Гаухар ас болсын.